Енді әйел адамдар өздерінің қалағандарының барлығын алғысы келеді, бірақ күйеуінің ақшасын құртып жатырғанына іштей чувство вины болуы мүмкін. Вот сондай ниетте ол жұмысты бастап кетеді, алайда ол анандай өзінің несіне қарайды, өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасамауы мүмкін. Ондай әйел, ондай ниеттегі әйел, ол баласының садигіне келетін, баласының мектебіне келетін, сондай жұмысқа келуі мүмкін. Сосын ол әйелде де ниеті, күйеуімнен ақша сұрамасам болды, өзімнің қажеттілігімді алғым келеді, күйеуіме көмектескім келеді деген ниет болғаннан кейін, ол андай тоже дамуды 3-ші деңгей, 4-ші деңгей, 5-ші деңгей дегенді ойламайды ол. Оның бар ойы, күйеуімнен ақша сұрамасам болды ғой, өзімнің қажеттілігімді өзім жауып отырмын ғой, болды. Оның ойынша мен жұмыс жасап жатырмын, бұл мақтаныш, это гордость, это классно. Мен күйеуімнен ақша сұрап жатырған жоқпын ғой, мен, значит, молодецпін деп сол тауып жатырған ақшасына риза. Хотя ол мақтап тұрып кірісетін болса, ол әйелде Алланың сүйікті құлы ғой. Ол әйелінде қолынан келмейтін нәрсесі жоқ. Ол өзін дамытып жатырған жоқ та, өйткені ол өзінің ең үздік нұсқасына айналып жатырған жоқ. Өйткені оның мышлениесі дефицитарная. Яғни бар ойы, ақшаны алам, жетпей жатырған көйлектеріме жұмсаймын, өзім сумкамды аламын, подружкалармен қыдырамын, балаларыма керек жарақтын алып беремін, тәтті үйге келетін керекті продуктыны аламын, үйімнің постельдерін жаңартам, тюльдерін жаңартам, кілем алам, стиральный машинамды алам деген сияқты. Соған ол мәз. Ол бірінші жұмыстан екінші жұмысқа, үшінші жұмысқа ауысып жүре беруі мүмкін. Оның ойынша әйтеуір ақша тапсам болды ғой, күйеуімнен ақша сұрамай, өзім тауып жатырмын ғой, болды ғой, бұдан артық не керек деген оймен ғана өмір сүреді. Ол арман мақсаттарыма жетуге болады деген идея жоқ басында. Сөйтіп пенсияға дейін сөйтіп жүруі мүмкін. Бірсе жұмысқа шығып, бірсе жұмысқа кіріп деген сияқты. Сондай қателік болса, түртіп аламыз. Үшіншісі, андай елдер болады, уже андай ата-енесі бар, жаңағыдай бала шағасына, барлығына күнде 4 қабырғадан шаршап кетті ол уже. Үйдің шаруасынан, жаңағыдай күйеуге шыққалы бері жұмыс жасамайды, үй шай, тамақ, үй жинау, бала қарау, бала оқыту болды. Бір күйеуі де бір өзіне қарап деген сияқты қарайып қалғанда уже. И ол бір андай всегда біреулер түсіруі мүмкін, типа идиотсың ғой, саған не керек киім, идиотсың ғой бір нәрсе деп. Бірақ оның да ішінде қалаулары бар ғой. Ол да қазір инстаграмда табысты әйелдерді қарап, оларға қызығады табысты әйелдерге. Содан не болса да оның ойынша мына үйден шығып кетсем болды. Бір жерге барып, әйтеуір жұмыс жасайыншы, адамдармен араласайын, үйден шықсам әйтеуір өзіме қараймын, үйден шықсам өзіме киім аламын, өзіме уход жасап бастайым, шамалы ел көрем, жер көрем деген ниетте жұмысқа шығады. И соответственно, ол да үйден қашып шықты ғой, жұмыста 4-5 ай, 6 ай жасайды да, ол жұмыс ұнамайды, қайтып үйде отырады 5-6 ай. Үйден шаршайды, тағы екінші жұмысқа шығады, тағы шаршайды, сөйтіп ол өмірі сөйтіп өтіп кетуі мүмкін. Сонсыз ба? Екінші деңгейден ол да аса алмай қалады. Келесі ниет, жаңағыдай өзін дәлелдеу. Яғни ондай әйелдер бар ғой, енді кішкентай кезінде анасынан не ала алмаған, махаббат ала алмаған, бауырларымен бірге жарысып өмір сүрген, мамасы жұрттың баласымен салыстырған болуы мүмкін, бауырлармен салыстырған болуы мүмкін деген сияқты да. И соответственно күйеуге шыққан кезде де енесі басқа келіндермен салыстырған болуы мүмкін деген сияқты да. Содан ол күйеуде мысалға мүмкін измена жасап жүруі мүмкін деген сияқты. Сондай әртүрлі басынан жағдайлар өтеді. Ана әйел өз-өзіне сенімділікпен өз-өзін жинақтап, мен бүйтіп отыра бермеуім керек, мен өзімді сыйлауым керек. Өзімді сыйламасам, мені ешкім сыйламайды. Менің қолымнан көп нәрсе келеді. Мен неге өзімді тастап жібердім?
мен жұмыс жасаймын, жетістікке жетемін, менің қолымнан барлығы келеді деп өзін дисциплинаға отырғызып, курстарды оқып, дамып, сол мотивациямен, біреуге дәлелдеймін деген мотивациямен вершинаға шығады. Барлығына өзін дәлелдейді, көрсетеді. Одан кейін қайтадан түсуі мүмкін да. Ол жерде ниет дұрыс емес та, өйткені біреуге дәлелдеймін деген ниетпен көтерілген адам резко көтерілгеннен кейін сол ниетіне жетеді, бірақ қайтып түседі. Түсінікті ма? Енді сол үшін біреумен дәлелдеймін деген ниет болса, сізде сол ниетті дұрыстағаныңыз жөн. Өйткені сіз ешкімге ештеңені дәлелдемейсіз. Біреуге дәлелдеймін деген, ол мен өзім дәлелдей алмай жатырмын, өзімді деген сөз ғой. Біреуге дәлелдеймін деген, біреудің мен туралы ойын өзгертемін деген сөз ғой. Но мынаны түсініңіз, сіз ешкімнің ойын өзгерте алмайсыз. Сіз тек өзіңізді ғана өзгерте аласыз. Никогда ешқандай адам біреуді өзгерте алмайды. Өйткені сіз Алла емессіз да. Сіздің тек күшіңіз өзіңізге ғана жетеді. Сондықтан өзіңіз дәлелдеңіз. Біреуге дәлелдеудің қажеті жоқ та. Келесі вариант, ол ақша табу үшін, отбасымды асырау үшін деп жұмысқа шығуы мүмкін. Ол әйелдер, яғни не болса да, отбасындағы еркек болып кетеді. Ондай ниеттегі әйелдердің күйеулері жұмыс жасамай қалады, күйеулері ішіп кетуі мүмкін. Яғни бір үйде екі еркек өмір сүреді ғой енді. Мына әйел шыдай алмайды да, мына күйеуінің тапқан табысына қанағатсызданады. Бұның табысымен мен қалған арман мақсаттарға жету невозможно. Өзім кіріспесем болмайды. Не болса да мен күйеуінің ақшасын не істемейді, не көрмейді, күйеуінің ақшасына қарап отырғысы келмейді ол. Ол өзінің күшіне сеніп тұр да, өзінің қолынан көп нәрсе келетінін біледі де, соответственно, балаларына үлкен болашақ бергісі келеді, балаларының жағдайын жасағысы келеді, балалары мұқтаждықта өмір сүргенін қаламайды. Сол үшін ол балалары үшін де холодильникті ашта пустой болып тұрған қаламайды, например. Бір жерге барғанда сүмірейіп барғанды қаламайды. Сол үшін ол не болса да кірсет өзін қолға алып, отбасымды асыраймын деп, күні түні сол отбасын асырау үшін, тек ақша табу үшін ғана жұмыс жасайды. Ондай әйелдердің көбінесе ақшаға жетуі мүмкін, но ол ақшаны тапқан сайын оның жүрегі қуанбайды. Никак ол ақшаны көбірек таба берсе де, қанша миллион тапса да, 5 миллион тапса да, 10 миллион тапса да, оның жүрегі ол ақша қуанбайды. Бұл еще аз, давай еще надо, еще деген сияқты немен кетіп қалады, азартпен кетіп қалуы қаупі бар. Түсініңіздер ма? Сондықтан да әйел адамда никогда ниетінде отбасымды асырауым үшін жұмыс жасауым керек деген өйтіп қиналып жұмыс жасамау керек. Ол кезде сенің күйеуің жұмыс жасамай қалу қаупі бар. Күйеумен сыналасың. Сол жерде көп әйелдер күйеумен ажырасып кету қаупі де бар. Келесі, енді мынау дұрыс вариант. Енді осы вариантты дұрыстап тыңдаңыздар. Өзінің үйренген қабілетін ақшаға айналдырып, мықты маман болып, қоғамға қызмет етіп, өзінің барлық арман мақсаттарына жету. Бұл өте дұрыс вариант. Яғни сен өзің үйренген қабілетіңді ақшаға айналдырып, мықты маман болып, еще қоғамға служить етесің, еще соответственно өзіңнің сол арқылы көптеген арман мақсаттарына жету. Бұл дұрыс ниет деп айтсам да болады. Бірінші деңгейде айттым ғой сіздерге, бірінші деңгейде да осындай ниетпен сіздер жұмысты бастасаңыздар, соответственно ниеттеріңізге байланысты өмірлеріңіз, бүкіл өміріңіз солай өтіп кетеді екен да. Енді осы жұмыссыз отырған әйелдер дәл осындай ниетпен жұмысқа шығып кетеді. Енді бірінші вариант екінші деңгейге көтеріледі енді. Екінші деңгейдегі найымдағылардың проблемасын айтайын да. Екінші деңгей найымға кіреді, басында адаптация болады. Яғни сен найымда жұмыс жасаған кезде
андай найымның өзінде, енді найым деген үкіметте жұмыс жасау немесе жаңа біреудің қол астында жұмыс жасау ғой. Енді сенің зарплатаң бір қандай да бір ғана сумма. Сен көп жұмыс жасасаң да 300% энергияңды берсең де бір зарплата, 200% энергияңды берсең де бір зарплата, 100% энергияңды берсең де бір зарплата, өлініп салынып 50%-бен жұмыс жасасаң да бір зарплата. Найымда жұмыс жасау дегеніміз ол өз-өзін тірілей өлтіру дегенмен тең ғой, былай қарағанда ше. Өйткені сен құлшынбайсың деген сияқты. Но басында сенде құлшыныс болуы мүмкін. Анда найымда жұмыс жасаған кезде бар ғой бірінші уровень, содан кейін сен бірінші продавец боласың, продавецтен кассир боласың, продавецтен кассирдің айлығы көп, кассир болғаннан кейін заведующий магазина боласың деген сияқты. Енді сондай-мен көтерілген деңгейге бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей деген бар ғой найымның өзінде. Каждый деңгейге көтерілген сайын сен табысың өсе береді. Сол самый вершинаға шыққанша сен андай құлшынып жұмыс жасауы мүмкінсің. Өйткені нәпсі айтады, бірінші деңгейде тұрсаң, давай сен екінші деңгейге көтеріл дейді. Екінші деңгейге көтерілген, давай сен үшінші деңгейге көтеріл дейді. Үшінші деңгейге көтерілгеннен нәпсі не дейді? Уже 5-6 ай үйреніп алғаннан кейін бар. Все, сен бұдан да жақсы өмірге лайықсың. Сен бұдан да үлкен зарплатаға лайықсың. Давай басқа жұмыс қара. Немесе өзіңе жұмыс жаса деп сізге хабар береді. Енді Алла тағала ғой ол, сен бұдан да сен тек қана 500 мың теңгені не көрме, мен саған 5 миллион бере алам, мен саған 50 миллион бере алам дейді да. Менде ақша көп қой, сен бір орында отырмашиш, дальше өсе бершиш деп Алланың өзі айтып тұр. Бірақ не істейді сол кезде әйел адамдары уже ең вершинаға шыққаннан кейін барып, ең биік зыбыға жеткеннен кейін жұмысқа деген мотивациясы өше бастайды. Ол жұмысқа үйреніп алады, уже кешігіп баруды басталады, онша емес жұмыс жасау басталады, жұмысқа салғырттықпен қарау басталады. Өйткені не істейді? Жан-жағына қарайды да, өзінен биік тауып жатқан әйелдерге қарайды да, өзінің мына жасап жатқан жұмысын құнсыздандырады. Уже жұмысы ұнамай бастайды. Жұмысына через не хочу бара бастайды да, былай қарағанда. Айлық жетпейді, ештеме. Бұрын жетіп жүрген айлық қой нормально, осыдан 5-6 ай бұрын да. Уже айлығы жетпей бастайды оның. Тез бітіп қалады деп та. Уже үймен жұмысты қатар алып жүру қиындыққа соға бастайды. Яғни оның миы бәрін қиындатып бастайды. Балаларымның сабағына қарай алмай жатырмын деп ше, уже өзі қиындатып отырғаннан кейін жұмысты уже күйеуі қарсыластық білдіре бастайды деген сияқты осындай дүниелер пайда болады ода, кедергілер. Сосын не істейді ол? Осы жерде уже ода айлығын көтеру мақсатында варианттар, возможностьтар беріледі. Яғни бір әйелдер бар, жаңағы ішінде нәпсісі бір-екі айтады оған, бір айтады, екі айтады, үш айтады. Үш айтқаннан кейін уже ұқтап қалады, болды. Қайта-қайта айта бермейді ол. Яғни табысыңды өсіршеш, өзіңе жұмыс жасашеш, басқа жоғары айлығы бар жұмысты қарашеш деп нәпсі бір-екі рет айтады. Бірақ ол әйел оған внимание аудармайды. Сосын нәпсісі уже болды, айтуын қояды. Яғни көңілі қалады. И, соответственно, олар табысын өсіру ой жоқ. Менің деңгейім осы, менің қолымнан келетін осы жұмысыма шүкір дейді да, өзінен төмен тауып отырған әйелдерге қарайды да, болды. Ол сол деңгейде қалып қояды. И өмірі сол жұмыспен ол пенсияға дейін жетіп, сонда өмірі осы екінші деңгейде қалып қояды, болды. Ол соответственно оның табысы да аз, күнделікті кредитпен неге ғана жетеді ғой? Продуктыға ғана. Болды. Оның өмірі солай өтіп кетеді да, живой пример. Ал енді басқа екінші вариант айтайын, ол мына жұмысты найымда жұмыс тек оның ойында дефицитарное мышление, яғни бедное мышление, оның ойында өзіме қызмет етейін деген ой жоқ ода. Алла тағала кімге көп ақшаны бере алады? Өзіне қызмет еткен адамға ғана бере алады. Ал ол барда біреуге жұмыс жасап жатыр. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан оның ойында өзіме қызмет етейін деген ой жоқ. Ол барады да 500 мың тауып жатыр ма, 600 мың төлейтін бір басқа компанияға барып кіріп алады. Сөйтіп постоянно біреуге жұмыс жасайды, сөйтіп пенсияға шығады, болды. Оның деңгейі осымен бітті. Ал енді үшінші вариант бар. Ол наконец-то өзіне сенімділік алып, қосымша
бос уақытында үшінші вариант айтпақшы мынандай, ол сол найымда жұмыс жасап жатады, сосын қосымша енді үйіне барған уақыт бар ғой, қосымша жұмыс іздейді. Оның ойында шектеулер көп да, установкаларда байып кетуге деген. И соответственно ол мышлениесі дефицитарный да атауы, оның ойына былай келеді. Мен табысымды көтеруім үшін мен просто найымда да жұмыс жасауым керек, қосымша да жұмыс іздеуім керек деп, ол еще шаршайды. 2-3 табысымды арттыруым үшін 2-3 жұмыс жасауым керек деген ой болады да. Өмірі сөйтіп қартайғанша 2-3 жерде жұмыс жасап, сонымен пенсияға кетеді. Вот солай қазір. Енді басқа ханымдар бар, тағы найымда жұмыс жасап жүреді да, қосымша курстарға қатысып, білім алады, сол білімді қосымша практикада қолданады, жаңа бір тренд мамандықты меңгереді, потом уже сол немен қосымша жаңа бір мамандықты меңгеріп, осындағы тауып жүрген табысын мынаяқтан тапқанға дейін жұмыс жасайды да, тапқаннан кейін уже мына жұмысын тастап, сол тренд мамандықпен өзі жұмыс жасап кетеді. Осындай да варианттар бар да. Келесі вариант, ол өзінің мұғалім, мектепте 20 жыл жұмыс жасап, жұмыстан шығады да, өзіне оқу орталығын ашып, дальше өзіне жұмыс жасап кетеді. Енді осы жерде қызықтың көкесі басталады. Ол қандай? Ол үшін екінші құпия сөзді жазып алыңыздар. Екінші құпия сөз жаңа мамандық. Жазып алыңыздар. Онлайн сату курсын алуларыңыз келсе, екінші құпия сөзді жазып алу керек боласыздар. Жаңа мамандық. Енді дальше кеттік. Енді қараңыздар, шаршамаңыздар. Миларыңызға мен осы ақпаратты тыңдауым керек. Мен осы ақпаратқа мұқтажбын. Мен бай болғым келеді. Өмірімді өзгерткім келеді. Сол үшін мен өзімнің қандай қателік жіберіп жатырғанымды көруім керек көзбен деп ұмтылыңыздар алға қарай. Шаршамаңыздар. Давайте жинақталамыз. Тұрамыз ұйқыдан, бері қараймыз. Екінші құпия сөз жаңа мамандық. Все. Енді наконец-то үшінші деңгей. Міне, көп істеріңіз қазір осы үшінші деңгейде жүрулеріңіз мүмкін. Сіздердің проблемаларыңызды айтам қазір, қызық болады. Енді үшінші деңгейде енді вариант бар, ол жаңа мамандық меңгеріп курс сатып алатындар, немесе өз саласы бойынша курс сатып алады. Яғни мұғалім болса, мұғалімдік профессионалдық деңгейін арттыратын курс сатып алады. Немесе үшінші вариант, ол ешқандай курс сатып алмай, бар біліммен офис ашып, өз-өзіне жұмыс жасап, клиент қабылдап бастап кетеді. Енді мынаған қазір келеміз, мына екеуін айтып алайын. Екеуі бәрібір мынаған келеді ғой. Сонда қателіктерін бірге анықтайтын боламыз. Енді жаңа хит мамандықтарды оқиды ғой енді. СММ оқиды біреуі тендер оқиды, шар бизнесі, Қытай бизнесі, алтын бизнесі, клубника в шоколаде, сетевой маркетинг, продюсерлік, ИПТО, субсидия дейді да. И так далее. Қандай да бір курс сатып алып оқиды. Ана курсты сатқан кезде енді әрине барлығы айтады ғой, не деп, мне 0-ден бастады, миллион табыс тапты, 2 миллион табыс тапты деп. Это возможно. Сондай мотивациямен ол алып алады курсты. Курсты алып алғаннан кейін уже мен мынаны не үшін оқып жатырмын деген сұраққа жауап алмай, ол оның миы қиындататын ми. Егер сіздің миыңыз всегда бір нәрсені жасайтын болсаңыз, қиындата беретін болса, ол миды ауыстыру керек болады. Мышлениені өзгерту керек болады. Содан ол миын осыған дейін санасын дамытқан жоқ қой. Сөйтіп ол курсты алып алады, сатып алады. Бірақ ол курсты соңына дейін оқымайды. Ана курсты ми оқысы келмейді. Курс оқиын деп жатса, ұйықтағысы келіп қалады. Курс оқиын деп жатса, баласы жылап қалады. Оқиын деп жатса, қонақ келіп қалады, ауырып қалады. Проблема көбейіп кетеді. Соңында ол курсты соңына дейін оқымайды. Сосын біреулер бар, курсты оқиды, соңына дейін оқиды, бірақ практикада мүлдем қолданбайды. Оқиды, түсінеді, практикада қолданбайды. Не қолданам,
міне қолданамын деп жүргенде 1 жыл уақыт өтіп кетеді. Сондайлар да бар. Одан кейін тағы келесі вариант бар. Курсты оқиды, бірақ миына кірмейді оған, кірмейді, түсіне алмайды анау. Или мен ақымақпын дейді, или мына мұғалім ақымақ дейді. Маған түсіндіре алмайды, мына мұғалім жаман. Сосын айтады ана Пәленшеевтің курсына қатыстым, түк түсініксіз, вообще не стоит алуға дейді да. Хотя оның проблема өзінде. Сосын тағы біреулер бар. Кейін оқып аламын дейді. Сөйтіп жүргенде 1 жыл тағы уақыт өтіп кетеді. Сондай созып жүргендер бар. Біреулер бар. Курсты сатып алады мотивациямен. Кейін оқысы келмейді вообще. Желание жоқ. Оқиын деп жатса, ұйықтағысы келіп кетеді. Вообще оқысы келмейді. А бірақ андай TikTok, Instagram, андай бір болайық, қосылайық, жаңағыдай сондай просто кино дегендерді көргенде ұйқысы келмейді. А вот өзін дамытуға байланысты білім алатын кезде ұйқысы келіп кетеді. Сөйтіп не істейді? Короче, осындай варианттар бар. Сөйтіп кейбіреулер бар, қойды что-то менің жаңа мамандықта міне оқыдым курсты, практикада қолдана алмай жатыр да. Әлі ана курстың жетер-жегіне жетпей жатыр. Қой мен өз-өзіме жұмыс жасай алмаймын, қолымнан келмейді деп, найымда дальше сөйтіп жұмыс жасай беретіндер бар. 3-ші деңгейге шыға алмайды. Біреулері бар, бұл бірінші вариант, яғни курсты оқиды, нәтиже жоқ, өйткені практикада қолданған жоқ, жаңағыдай тестировать етіп көрген жоқ да. Сөйтіп ол бар да, бірінші вариант, ол қайтып бұрынғы жұмысына барып алады. Болды, жаңадан өзіне жұмысына сатып алған онлайн қазіргі тренд мамандықты жасап меңгеріп кетпейді ол. Барып қайтадан сол өзінің үйреншікті найымына барып жұмысқа кіріп алады. Сылтау айтатын, типа мен онлайн меңгере алмаймын, может мен офлайн меңгеруім керек шығар деген сияқты. Но проблема ода мида ғой, оны өзінде екенін білмейді, ол найымға кіріп алады қайтадан. Немесе екінші вариант бар. Ол мына курсты оқып жатырып түсінбедім дейді да, дәл осыны екінші біреуден алып алады, оқиды. Онда түсінбейді, үшінші біреуден барып алып оқиды. Сөйтіп курстың маньягі болып жүре береді. Түк шығармайды, кредитке кіріп кетеді, кредитін жабу үшін тағы найымға барып кіріп алады деген сияқты. Енді үшінші вариант бар. Ол курсты оқиды, түсінеді, практикада қолданады және осы білім арқылы табыс табуға кіріседі. Все, енді курсты оқыған туралы айттық. Енді ол практикада бастайды, бірақ практикада бастар кезде ода проблема басталады. Ал енді мана айттым да, біреулер бар, найымнан шығады да, өзінің мамандығы бойынша ешқандай курс оқымай бірден жасап кетем дейді. Бұл мен опытты алдым, мектепте жасадым. Мысалы мұғалім или ол дәрігер да, или ол шаштараз деген сияқты өзінің мамандығы бар. Қандай да бір мамандығы бар. Все, ешқандай білім алмай, мен сол мамандығым бойынша жасап кетуім керек деп, жаңағы салон ашу мүмкін, офис ашу мүмкін деген сияқты өзінің жұмысын бастап кетеді. Ал екінші қатар бар, который мамандығы бойынша тағы профессионалдық деңгейін өсіріп алады да, өзінің жұмысты бастап кетеді. Ал үшіншісі бар, жаңа мамандықты меңгеріп алды ғой, енді сол курсқа қатысты ғой, үйренді, түсінді, енді практикада қолданады. Вот үшеуі енді бірдей әрекет жасайды. Ол қандай? Ол үшінші деңгейдің әрекеті. Бірінші деңгей жұмыссыз дедім, екінші деңгей найым дедім, үшінші деңгейдің әрекеті ол өзіне жұмыс жасау. Өзіне жұмысты бастайды осы жерде. Енді осы жерде қызық басталады. Ол өзінің әрекетін бастайды. Біреу офис алып жасайды, біреу офис алмай жасайды. Осы жерде офис алмай үйде жұмыс жасаймын деген ханымдарға айтарым, сіздер никогда өспейсіздер. Үйде жұмыс жасау деген ол болмайтын әңгіме. Сіз офис ашып, сөйтіп жұмыс жасамасаңыз, ол үйдің жұмысы, ол үйде сен жұмыс жасау деген невозможно. Ол жерде рост болмайды. Ол жерде тек кішкене ғана бір ақша табасың, ол ақшаң продуктыңа кетеді, кредитіңе кетеді, тағы сөйтіп сол үйдің ішінен шықпай қаласың. Өйткені ол өмірдің заңдылығына байланысты, ол үй, ол есть үй. Үйді сенің жұмыс дегеннің, жұмыстың өзінің орны болу керек. Жұмыста сенің өзіңнің жұмыс орның болу керек, үйден бөлек деген сияқты да, мысалы. Сондықтан да енді араларыңызда бар, мысалға мен үйден шықпай жұмыс жасай алмаймын, өйткені жаңа балам ауырады, немесе тағы бір нәрсе ата-енем рұқсат етпейді деген сияқты да. Бірақ үйіңізде бір өзіңіздің жұмыс жасайтын жұмыс местаңыз болу керек. Сонда игеріңіздер.
үйде жұмыс жасайын десеңіз, просто 3-ші деңгейден 4-ші деңгейге көтеріле алмайсыз. Соны имейте в виду. Ал енді келесі, яғни офис аласыз ба, офис алмайсыз ба, дальше ол өзіне клиент іздейді, бірақ бірден жаңағы уақытын ақшаға айналдырғысы келеді. Яғни бірден ақша тапқысы келеді, ол бірден тапқысы келеді. Ақша табу үшін клиент іздейді. Одан короче ой болмауы мүмкін. Инстаграм жүргізейін, таргет жүргізейін деген сияқты. Ол сразу алады да тегін клиент әкелудің жолдарын іздестіре бастайды. Тегін таргетке ақша салсам, таргетімнің ақшасы қайтпай қалады. Инстаграм жүргізсем, Инстаграм мүмкін жүргізіп көрейін. Ол тегін жолы ғой деп Инстаграм жүргізу мүмкін. Инстаграм жүргізу мүмкін. Инстаграм жүргізу үшін Инстаграмның курсын оқуы мүмкін деген сияқты. Келесі біреулер бар, жаңағыдай OLX, статус, сондай тегін қызмет етудің жолдарын пайдаланады. Бірақ сәйкесінше клиент аз келеді. Өте аз келеді да. Бұл жерде проблема басталады сосын. Қой жоқ, уже тегін жолдармен ғана ақша тапқысы келеді ол. Соответственно, оның ойына келеді. Сөйтіп тегін келген клиенттерді жаңағыдай не істеп жүреді, обслуживать етіп жүреді де, бірақ белгілі бір күні нәпсісі айтады. Что-то сен аз тауып жатырсың. Клиент өте аз. Мына табыспен біз өзіміздің қалаған арман мақсаттарымызға жете алмаймыз дейді. Содан ми уже возможностьтарды қарай бастайды да, не істейді? Екінші бір тренд мамандыққа ауысып кетуіміз мүмкін. Қой, мына салада ақша жоқ деп. Хотя сіз дүркіретіп күнде стабильный Инстаграм жүргізіп, стабильный таргет жіберіп, өзіңіздің нысандағы аудиторияңызды анықтап, анализ жасап, сіз профессионал түрде әлі маркетингке көшкен жоқсыз. Сіз тек өнімнің деңгейінде қалып қойдыңыз. Соны тұрсыз ба? Енді мен сіздерге осы жерде нақты айтқым келіп отыр да. Қараңыздар, бізде жетістікке жету үшін мынандай 4 қадам бар, оқырмандар. 4 қадам бар. Бұл неге бұлай болып жатыр? Егер сіз дәл қазір 3-ші деңгейде болсаңыз, яғни қандай да бір саланың мықты маманысыз, өзіңіз жеке офисіңіз бар, клиент іздеп жүрсіз, бірақ никак Инстаграмды SMM маманы тапсыра алмай жүрген болсаңыз, команда ала алмай жүрген болсаңыз, таргет жіберуге қорқыныш болатын болса, көп клиент қалайсыз, бірақ клиенттің барлығы сарафанкамен келеді. Бұрынғы өзіңіздің наработанный клиенттеріңіз бар болса да, мысалы, яғни көбісі бизнесті жасау дегеніміз, міне мен мамандық бар, маған клиент табу керек, клиентті тегін жолдармен клиентінен іздеп сөйтіп келеді. Это нормально. Психология дегеніміз сіздің өзіңіздің мышлениеңізбен жұмыс жасау, өзіңіздің ішкі состояниеңізбен жұмыс жасау, мына өмірдің заңдылықтарын білу, өзіңіздің миссияңызды білу, өзіңіздің мінезіңізбен, қабілеттеріңізбен, энергияңызбен жұмыс жасау, өзіңіздің убеждение, установка, қорқыныштарыңызбен жұмыс жасау, өзіңіздің санаңызбен жұмыс жасау деген сияқты да. Әрдайым ішіңізде бір қарсылықтар болған кезде, бір ойлағаныңыздың барлығы жүзеге аспай қалған кезде, сол жерде өзіңізді сол тығырықтан шығаратын, өзіңізге мотивация беретін, сізге фундамент болатын үлкен білім болу керек алдымен. Яғни сізге мақсат беретін, не үшін жасап жатырғаныңызды, қайда бара жатырғаныңызды ұғындыратын, сізді таңертең қинаған дисциплинамен емес, өз еркіңізбен тұрғызатындай дисциплинамен өмір сүру деген сияқты да. Енді психологияда өте көп қадам, оны ең соңында сіздерге бонус ретінде айтып беретін боламын. Алдымен қазір көбісі ойлайды, менің өзімнің ішкі состояниемен, өзімнің мышлениеммен жұмыс жасау, это не важно. Менің ең бастысы ниетім, ешкімді алдап жатырған жоқпын, ешкімді арбап жатырған жоқпын. Мен әр адам өзінің санасында өмір сүріп жатыр да. Өзі енді дүниеге келген кезде сіздер деген жаңағы бала боласыздар, садикке барасыздар, мектепке барасыздар, универ, содан кейін барып күйге шығып кетесіздер ғой. Күйге шығып кеткеннен кейін әр адам өзін дамытпай қалады. Санасын дамытпағаннан
ол сол санасының деңгейінде өмір сүріп жатыр. Мына басқа адамдарға шарт қояды, мынау неге мен сияқты емес, неге андай білімнің аздығынан оны өсіретін өзінде фундаментальный рухани білім болмағаннан кейін психологиялық адамдар көп жетістікке жете алмайды. Бірақ ол сізге психология, ол 4 қадамның біріншісі болып табылады, ол фундамент. Ал енді келесі, екіншісі, ол өнім. Өнім деп отырғанымыз енді өнім, маркетинг, сату, осы 4 қадам ғой. Өнімде енді сіз қандай да бір қабілет алу, ақша әкелетін қабілет алу. Алла тағала біздерге қабілетті алу үшін де міне дүниеге әкеледі. Біздерге барлық жақсылықты жағдайды жасап қойғанда, міне бала болып дүниеге келгеннен кейін сенің ата-анаң сен мектеп бітіргенше, одан кейін университет бітіргенше, сен қабілетті алып алғанша ата-анаң асырайды. Сол ата-анаңның қарамағында болған кезде сен еш нәрсені ойламай, мектеп кезде жақсы білім алып, ортаға шығып сабақ алып, өзіңді көрсетіп, сабақты 5-ке оқып деген сияқты. Университетте де мына қыздардың көп қателіктері, жігітті ойлайды, сабақта ойы басқа болып тұрады деген сияқты да. Мысалы, университеттің өзінде көп білімге, сол қабілетті жақсылап меңгеріп алуға фокус қоймайды. Содан кейін университетті бітіргеннен кейін барып, сол алған білімін университеттен, оны практикада пайдаланып, практикада соны қолданып деген сияқты да, өзіне мәңгілік опыт қылып қағып алмайды да, кеуге асығып шығып кетуі мүмкін. Одан кейін барып, ол ешқандай да рухани өзін дамытатын білім алған жоқ қой. Соответственно, кеуге шыққаннан кейін не істейді? Бала туады, бала туғаннан үйде отырады деген сияқты. Сөйтіп жаңағыдай найымға бір жерге жұмысқа кіруі мүмкін, өзінің санасын никак дамытпауы мүмкін. Ал әйел адам өзін дамытпайтын болса, ер адамның басын көрге де сүйрейтін, төрге де сүйрейтін әйел дейді ғой. Барған жерін бақытты болам деп емес, бақытты қылам деп барсын деген сияқты. Көп нәрсе біз білімсіз болғаннан кейін күйеуімізде алға қарай өспейтін болады. Өйткені энергияны біз оған береміз. Оның табысты болуы бізге де дәлме-дәл қатысы бар да. Баламыздың болашағы бізге қатысы бар. Яғни ұрпақты көбейтудің барлығы оларға дұрыс нұсқау, әйел мойын, еркек бас деп та неге айтқан? Яғни сондықтан бұл жердегі айтқым келген суть, көп әйелдердің үлкен жетістікке жете алады ғой, олардың күйеулері де үлкен жетістікке жете алады. Бірақ өзінде мына психологиялық, фундаментально өмірдің заңдылықтарын білмегеннен кейін, миссиясын білмегеннен кейін, одан көп жетістікке жете алмайды. Енді қазір мысалға сіз осы инструментке мән беріп жүрген болуларыңыз мүмкін. Маңыздысы, міне бізде дәл қазіргі маған көбінесе әйелдер келгенде уақытын ақшаға айналдырғысы келеді. Бірден ақшаға айналдырғысы келеді. Ақшаны іздейді. Өйткені Алла тағала бізді сондай қылып міндетті түрде бір нәрсені қажет ететін қылып жаратып қойған ғой. Яғни бізді дүниеге әкелді. Дүниеге әкелгеннен біз тамақ жейтін қылдырып, яғни 4 мезгіл тамақ жеуіміз керек, туалетке баратын қылдырып, үнемі бізді ұйықтайтын қылдырып 8 сағат сөйтіп жаратып қойғанда, үнемі процесте болсын деп. Соответственно, біз тамақ жеуіміз үшін де біз табысты болуымыз қажет екен. Яғни бұл өмірге бір белгілі бір миссиямен келдік. Әрбіреуіміз біз қызмет жасауымыз қажет та. Сол үшін аштан қалмас үшін көп әйелдердің қателігі бірден клиент іздейді. Ақша табу үшін клиент іздейді. Мен өзіме сенімді, мықты, қабілетті маман болам деген идея жоқ. Міне уақыты бар, тек ақша керек дейді, болды. Ақша тапсам ғана, сол ақшаны тапқан ақшасына байланысты ғана ол арманын құрады, соған байланысты ғана. Яғни өмір бақи шектеулі өмірмен өмір сүріп кетеді. Ал екінші бір мышлениясын дамытқан әйелдер, олар басқаша өмір сүреді. Яғни олар уақыттарын алдымен қабілет алуға жұмсайды. Қандай да бір мамандықты меңгеруге жұмсайды.
одан кейін барып ол қабілетті сенімді болу үшін опытпен жаңа клиенттерді алдымен тегін қабылдап, одан кейін аз ақшамен қабылдап деген сияқты олар процесте болады. Яғни әрбір клиентінен неге нәтиже шықпай жатыр, қай жерінен қателік жұмсадым, яғни олар нәтижеге жұмыс жасайды. Нәтижеге дегенде анандай клиентке нәтиже бергісі келеді. Клиенттен тек ақша алып алуды ойламайды ол. Мен клиентке өзімнің пайдамды тигізуім керек. Клиент маған ақшасын, проблемасын шешу үшін беру керек деген сияқты, ода ой сондай. И соответственно ол әрбір клиентке қызмет жасағаннан кейін барып қал жағдайын біліп, қалай болды, ұнады ма, қай жерінен сіз минус айтасыз деп критика қабылдаудан қашпайды емес, наоборот критика қабылдауға дайын болады деген сияқты. Ол солай өзінің әрбір клиентімен индивидуальны жұмыс жасау арқылы клиентінің бойын, қалауын, барлығын біліп алады. И как можно быть еще лучше деген вариантпен ол үнемі өзінің өнімінің, қызметінің сапасын жақсарта береді. Сол арқылы ол өзі сенімді маман болады. Содан ол сенімді маман болғаннан кейін де оған клиенттер келе бастайды. И клиент тең ақша. Түсіндіңіздер ма? Осы методпен өмір сүру керек. Бұл формула миллионері. Енді сен әрбір адам өзінің миына қаншалықты көп біліміне инвестиция салады, соншалықты оның табысы да өсе береді. Өйткені, міне сен массажистсің ба? Міне осы уровендегі массажистсің ба? Сен Қазақстанда шетелден білім алып келіп, оны Қазақстанның массажисттеріне беруге болады. СММ мамансың ба? Тағы да сенен де жоғары, сенің білім алатын, сенен де табысы жоғары адамнан білім алып, сенің мына біліміңе мұқтаж адамдарға сол білімді беру арқылы да үлкен жетістікке, 5-ші деңгейге солай жетуге болады екен. Әр адам тек мына аштан қалмас үшін жұмыс жасамау керек. Әрбір адам мен қалайда өмірімнің сапасын жақсарту үшін мен өзім білім алып дамуым керек деп. Мына жерге мен қазір не беріп қоямын? Міне, оқыңыздар. Оқы дейді. Сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан. Оқы дейді. Раббың аса ардақты. Ол қаламмен хат жазуды үйретті. Адамға білмеген нәрселерді білгізді деп Құранның ең алғашқы аяты оқы деп түскен екен. Сондықтан да ең алдымен біздерде жаңағы өнім дегеніміз ол қандай да бір қабілет алу. Вот сол қабілетті алатын болсаңыз, мен айттым ғой, психология өзіңмен жұмыс, екіншісі өнім дедім. Осы өнімге тоқталғым келіп тұр. Өнім дегеніміз сіздің өзіңіздің белгілі бір алған мамандығыңыз болуы мүмкін, немесе сіз саудамен айналысуыңыз мүмкін, да? Вот осы. Енді көбісі осы өнімді келесі маркетингке өтпейді. Маркетингті айналдырып кетеді. Біріншісі психология, екіншісі өнім, үшіншісі маркетинг, төртіншісі сосын барып сату ғой. Ал адамдарына біріншісі психологияны ескермейді. Сол өнімді, яғни мамандықтан кейін сразу сату болды. Сол екеуі ғана бар. 4 дөңгелектің получается екеуі жарылып қалған, тек екеуімен ғана мен жүрем дейді. И каждый жүрген сайын ол қиналып жүреді да, анау газ тормозды алып ғырррр деп айналып жатыр да, жүру опасно болып жатыр да. Түсініп отырсыздар ма? Вот сондықтан да ол сізде 3-ші деңгейден 4-ші деңгейге шыға алмайсыз. Өйткені психологияңыз дұрыс емес, маркетингті қолданбайсыз. Маркетингті қолданбайтын адам өзінің ішкі кедергілерінде проблема бар деген сөз. Енді вот қараңыздар, мана айттым ғой мен сіздерге. Маркетингте міне мынандай не бар дедім. Яғни практикада ол не істейді? Жаңағы курс алғандар, өзіне жұмыс жасап жатырғандар 3-ші деңгейдің проблемасын айтайын енді. Жинақталыңыздар, 3-ші деңгейдің проблемасын айтайын. Енді ол тек қана менде мамандық бар, мен тез сатып клиентті табуым керек. Өйткені аштан қалып бара жатырмын. Кредитімнің төлеу керек кредитім жақындап қалды. Мен тезірек ақша табуым керек. Өйткені жаңағы продукты үйде бітіп жатыр деген принциппен ол несек ақша табуға тездетіп тырмысады. Сол үшін ода андай
инстаграмды жайлап жүргізеді, курсын алып оқып өзі инстаграмды жүргізеді. Таргетке бір рет жасап беріп көреді, таргетологқа естиді ғой. Енді клиент жоқ дегеннен кейін біреулерден консультация алады, СММ мамандарынан консультация алады. Сол кезде СММ мамандары не дейді? Таргет жіберу керек дейді. Бір рет жіберіп көреді таргетті. Бірақ адамдар келеді, сатып алмауы мүмкін. Осы жерде ол таргет жаман деген установка пайда болады. Яғни маған таргет жіберген невыгодно. Өйткені ол таргет басында 5 мың теңгесін, 10 мың теңгесін алып кетеді. Еще ол таргетологқа ақша төлеуі мүмкін да. Оған обидно ғой. Ана ақшаны шығарғысы келіп тұрған жоқ та. Шығын шығармай клиент келгенін қалайды. Еще таргеттен келген клиенттерге ол сату керек. Олар еще сатып алмаса, қой жоқ, маркетинг болмайтын нәрсе. Таргет болмайтын нәрсе деп, ол анандай процесстен ләззат алған жоқ та. Неге ол клиент келмей жатыр? Мүмкін ол таргетологты дұрыстау керек шығар. Мүмкін оның офферін дұрыстау керек шығар. Мүмкін мен клиентке дұрыс сата алмай жатырған шығармын деп анықтау керек қой. Түсініп отырсыз ба? Яғни клиенттің болын дұрыс білмей тұрған шығармын деген сияқты, ода анализ жоқ. Бірден алады да сөндіріп тастайды деген сияқты. Ал кейбіреулері бар, клиент таргеттен келеді таргеттен, бірақ ол сата алмайды. Өйткені андай клиенттің нәтижесіне қатты уайымдауы мүмкін. Яғни оның өзінің ішінде қарсылықтар болуы мүмкін. Так, мен мына клиентті қабылдасам, мен мына клиенттен нәтиже шығара аламын ба, шығара алмаймын ба? Ертең күні мына клиент менің берген ақшасының возвратын алып алмай ма қайтадан? Мына клиентке сосын сату үшін сатайын деп жатырғанда уже қорқыныштар болады. Ана клиентті жоғалтып алудан қорқады. Мәкай мен баға айтсам, ол баға мына клиентке қымбат болып қалмай ма екен? Отказ беріп қалмай ма екен? Деген 1045 жаман ойы бар. Сөйтеді да ол клиентке өте арзан бағаға скидка жасап береді. Потом сөйтіп көп клиент қабылдап алуы мүмкін, содан ол выгоранияға түседі. Түсініп отырсыз ба? Өйткені баға көтеруден, баға айтудан, оның психологиясы нашар болғаннан кейін, өз-өзімен жұмыс жасауы, мышлениясы дефицитарный болғаннан кейін, ол уже баға айтудан да қорқады, бағаны көтеруден де қорқады. Яғни клиентке бағынышты болып қалады, қорқынышпен өмір сүреді. Ақшасын қайтып сұрап алмаса екен, клиентім негатив айтып қалмаса екен деген сияқты. Сосын көп клиент алудан қорқады. Өйткені оның барлығына үлгере алмай қалам ертең деген сияқты. Сөйтіп ол 3-ші деңгейден өспей қалады. 3-ші деңгейде солай қалып қояды. И, соответственно, бұның соңғы диагнозы қайда апарады? Ол найымға кетіп қалуы мүмкін, біреуге жұмыс жасап. Немесе ол сол деңгейден жаңағы не істеуі мүмкін? Басқа бір саланы меңгеріп, қазіргі өзінің мына саласын, жұмыс нашар, мына жұмыста ешқандай ақша жоқ, табыс жоқ деп, мына жұмысын обесценивать. Ол проблема өзінде болып тұр ғой. Проблема мына миында, мышлениясында болып тұр ғой. Негізі оны жасауға болатын еді ғой. Ішкі кедергілерінде, ішкі установкасында болып тұр ғой. Ол оған назар аудармайды ол. Ол не істейді? Қой, мына бизнес болмайтын бизнес, басқа екінші бизнесқа кетеді. Таныстарым көп мені сондаймен айналысып жүрген. Екінші бизнесте жаңағы меңгереді, жасайды, мамандықты меңгеруге көп уақытын кетіріп алады. Меңгеріп алғаннан кейін сатайын десе тағы проблема. Инстаграм жүргізеді, оған көп уақыт кетіріп алады. Таргетке жіберген кезде мана тағы проблема. Ол өзінен өзі қашады, ол ситуация айнала береді. Бүкіл ана бизнесте де, мына бизнесте де, мына бизнесте де табыс жоқ. Түсінесіз ба? Бір ситуация қайталана береді. Проблема өзінде екенін ол түсінбейді. Сөйтіп жүріп, біреулері, қой, мен өз-өзімді артымнан итеріп отыратын ментор керек шығар, мен өз-өзіммен жасай алмай отырған шығармын деп менторство алады. Менторство алғаннан кейін, оған менторство не істейді? Шығынға батырады. Фотосессия жасатады, видеосъемка жасатады, блогерлерден жарнама алғызады, таргет жібертеді, көп клиент келеді. Ол клиенттің барлығымен сөйлеседі, сатуды экскриптін беріп, соны үйренеді, эфирлер өткізеді деген сияқты. Сөйтіп жүріп көп клиент алып алады. Бірақ ол тек менторлықтың шығынын, манағы фотосессиялардың шығынын жабуы мүмкін. Сөйтіп жүргенде менторство бітіп қалады. Екінші рет ол өзімен қалып қойған кезде тағы да соны повторять ете алмайды.
менторство алғанда көп жұмыс жасап энергия нетіп кетті, оның табысын алған жоқ. Сосын не істейді, оның ментордан да көңілі қалуы мүмкін. Соңғытырсыз ба? Сонымен ол осы деңгейде қалып қоюы мүмкін. Енді жалпы бұдан шығу үшін олар не істейді енді? Инструменттерді меңгеріп, біреулер бар. Инстаграм жүргізуім үшін, профессионально жүргізуім үшін Инстаграм курс оқуым керек дейді. Оны оқиды, Инстаграм жүргізеді, но шамалдан қалып қояды. Таргет жіберуім үшін таргеттің курсын оқуым керек деп, таргет жіберуді үйреніп алады, бірақ стабильно жүргізбейді. Өйткені бюджетінен қорқады, клиент келмей қалады, сатып алмай қалады, бюджеттің ақшасын шығара алмай қаламын деп. Келесі біреулер бар, мен оратор емеспін, сосын менен алмай жатыр деп ораторлық курстарға қатысатындар бар. Біреулері бар, жаңағыдай мен сатудан білмей жатырмын, қой мен сату курсын оқиын деп, не істейді? Ол сатудан, енді оның ішкі өзінің миында ғой кедергі на самом деле. Бірақ ол инструменттен деп сатудың курсын оқиды. Соңында менің қолымнан келмейді деп екінші бизнеске кетеді. Сөйтіп оның өмірі өтіп, сөйтіп өшіп қартаяды деген сияқты. Ол, например, сөйтіп выгоранияға түсіп, найымға кетіп қалуы мүмкін. Түсініп отырсыз ба қателіктеріңізді? Ал енді келесісі бар. Ол осының барлығын шешу үшін бір адамдар бар. Жаңағыдай жолым жабық деп ойлайды. Жолым жабық. Наверное, мен ата-бабалардың басына баруым керек деп, ата-бабалардың басына барып келуім мүмкін. Немесе біреулер бар, емшіге баруым мүмкін. Маған көз тиген шығар. Не істесем де болмай жатыр. Маған явно көз тиген. Мен барып аластанайын деп басына қорғасын қойдыруым мүмкін. Біреулер бар, садақа береді. Мен что-то садақа бермей кеттім, содан менде нәтиже аз болып жатыр деп, ақша табу үшін, жолы ашылу үшін, алла байлықты беру үшін ғана ол садақа береді сөйтіп. Біреулер бар, мешітке барып Құран оқытуым мүмкін. Біреулер бар, менің қой не істесем де жолым жабық, оның ойынша ол барлығын жасап тастадым деген идея бар оның ойынша. Хотя ол барлығын жасаған жоқ на самом деле. Бір-екі нәрсе жасаған, ол мен барлық нәрсені көріп тастадым деп, жаңағы несін көтеріп жүр да, былай қарағанда. Сөйтіп ол намаз оқып кетуі мүмкін. Намаз оқысам, Алла Тағала маған байлықты беретін шығар деп. Біреулер бар, мен ата-анама деген өкпе реніш бар. Кішкентай кезімде, наверное, ата-анамнан сепарация болмаған шығармын. Ата-анама терапия жасайын деп психологтарға барып, ата-анасынан терапия жасады. Ақшам көбейсін деп әке-шешесімен сол үшін қарым-қатынасын дұрыстап, сөйтіп хабарласуы мүмкін. Сыйлық жасап оларға, бірақ табысы өспейді. Сөйтіп келесі бар, өкпе ренішпен жұмыс жасайды. Яғни вариант ретінде қой психологтардың барлығы ешкімге ренжімесең, өкпелемесең, жаңағы жолың ашылады деп, өзі ішінде претензиясы бар адамдарға. Бірақ ол не істейді? Ақша үшін ренжімей ақ қояйын, сенікі дұрыс деп ішінен тұншығып жүре береді. Айтқысы келсе де айтпай, құсын жолым жабылмасыншы депші. Хотя оның миында ренжіп тұр ол адамға. Жүрекпен ренжіп тұр. Просто ол ойлап тұр, мен сыртқа шығармауым керек деп, ол ішіне нығыздай береді, сөйтіп ауруға шалдығуы мүмкін. Келесі, үйді өзін тұзды сумен жуып көруі мүмкін, үнемі. Біреулері бар, аффирмация, визуализация көмектеседі деп, соны жұмыс жасауы мүмкін. Күнде аффирмация айтады, визуализация жасайды. Бірақ ода фундаментальный білім болмағаннан кейін, бұның барлығы одноразово көмектесуі мүмкін. Келесі, медитация жасайды. Яғни, ойбай, мен миым хаос, мидың шуын басуым керек, мидың шуын бассам, менде табысым артып кетеді деп ойлауы мүмкін да, сөйтіп медитация жасауы мүмкін. Ол медитацияда адамға жаңағы тынышталдырады, тынышталғанда идеялар келеді, бірақ ода мышлениесі дефицитарный болатын болса, ол медитация адамның мышлениясын расширять етпейді ол, өйткені ода база фундаментальный білім болмағаннан кейін, ол да одноразово көмектеседі. Сол уақытқа ғана. Келесі, біреулер квантовое поле деп, сондай квантовое поле бойынша консультацияларға баруы мүмкін. Ол жерде жаңа қай жерден кедергі деп, каждый запросына ақша беріп та,
Ол да одноразовый, сен квантовый скачокпен ұшасың, бірақ сенде фундаментальный білім болмағасын, өз-өзіңмен жұмыс жасауды бәрібір сен саналы түрде өз-өзіңмен жұмыс жасауды білмегесін, сен ұшып қайтып құлайсың да, бәрібір. Келесі, біреулер психологқа барады. Психологқа барған сайын бір запроспен жұмыс жасап отырады, бірақ тоже одноразовый көмектеседі. Ол сен каждый әрекетіңде сен постоянно қорқыныш келіп тұрады, да? Допустим, сол сен қорқынышпен жұмыс жасай алмайсың, сенде жаңағы, ол да психолог саған қаншама сағаттан тұратын білімді бере алмайды ғой барғанда. Тек бір запросыңмен барасың, саған не береді, ол не убеждение қаяқтан шықты, ол қорқыныш неден болып тұр, сенмен сол нені бір запроспен ғана проработка жасау мүмкін. Бірақ ол ойлайды, психологқа да бардым, медитацияда жасаватырмын, армандар картасында жасап жатырмын, деп хиромантыға бару мүмкін, біреу балгерге бару мүмкін деген сияқты. Яғни шешу үшін осының барлығын жасайды. Бірақ ничего не изменится, потому что олардың барлығы как бы одноразово көмектеседі. Біреулер айтпақшы таңертең жүруі мүмкін 2 сағаттап энергиямды көтерем деп. Ол тоже жүру, ол сенің 1 сағатқа ғана, 1 сағат емес, ол 12 сағатыңа ғана көмектеседі. И то сен сол уақытыңды, сол энергияңды дұрыс пайдалана алмасаң, сенің миың дұрыс жұмыс жасамаса, сен ол энергияны жүргенмен де сен дұрыс пайдалана алмауың мүмкінсің. Понимаете? Біреулері білім ала береді. Бұны шешуім үшін ананың курсын оқуым керек, мынаның курсын оқуым керек, ананы оқуым керек, мынаны оқуым керек деп та мысалы. Оның өзіне проблемасына, мышлениесіне байланысты білім алмайды ол. Мен дәрігермін, значит мен дәрігер бойынша шығара алмайатым, значит мен әлі дұрыс дәрігер емеспін деп, ана дәрігердің курсын, мына дәрігер. Мұғалімді профессионалдық деңгейін өсіре беретін ғана білім ала береді. Шаштарыз, мен әлі сенімді болмайатым деп, соның, мысалы, өйткені бір жақында бір таргетолог ханым келіп, өнімін қымбатқа сатқысы келеді, табысын арттырғысы келеді, сол бойынша таргеттің бүкіл эксперттердің таргетолог бойынша курсын алып алған. Оның ішінде өзінде жаңағы несін, бағасын көтере алмайды, өзі таргетолог болса да өзіне таргет жібере алмайды, инстаграмын жүргізе алмайды, ақша келетін әрекеттер жасай алмайды. Өйткені ішінде өте кедергілер көп. Білім ала береді екен бірақ. Сол білім ала беретіндер бар, сырт бейнесін өзгертетіндер бар. Яғни мен баға айта алмайатым, значит менің шашымды ұстауым керек, кірпік жалғауым керек, тырнақ істеуім керек, косметологқа баруым керек деген сияқты. Сырт бейнесін өзгертеді. Біреулер орта өзгертсем, мүмкін мен сенімділік болады шығар деп орта өзгертетіндер бар. Орта үшін аналарға сыйлық беріп, сондайларға бар. Тренингтерге барады. Временно. Тренингтен шыққаннан вау, мен жасаймын дейді. Сол идеямен 3-4 күн жүрді да, мотивациясы сөніп қалады. Ютубтан подкасттар қарауы мүмкін, үнемі. Мотивациялық видеолар қарауы мүмкін. Біреулерден консультация алуы мүмкін, эфирлер алуы мүмкін. Бірақ оның барлығы сіздің өмірдің, енді сізге фундаментальный білім болу үшін, Алла Тағала сізге байлықты беру үшін не істеуге болады? Енді мен осының барлығының шешімін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Наконец-то.